Сәлем оқушым, глюкоза білім беру орталығына қош келдің. Бүгін біз өзіңмен бірге геосаясаттың мемлекеттік шекаралар тақырыбын өтетін боламыз. Жалпы бұл тақырыптың бізде қиындығы ортада келетін, ол өзінің терминдармен келеді. Осы терминдардың ерекшелігінен оқушылар көбінесе шатастырып жатады. Олай болса, сабағымызды бастайық. Ең бірінші, мемлекеттік шекаралар бұл әр мемлекеттің билігі қай жерге дейін жүреді, соны зерттеп отырады, және бұл мемлекеттің тәуелсіздігін, егемендігінің кеңістік шегі болып табылатын аумақ. Яғни бізде мына жерде суретте берілген, бұл жер бізде Нидерланд мемлекеті мен Бельгия мемлекетінің шекаралары, олар бірдей ұйымда, яғни Евросоюзда орналасқандықтан, олардың шекаралары осындай, тек қана осындай сызықтық формальный түрде ғана жүреді. Тіпті екі мемлекеттерде осы шекараның тура үстінде орналасқан үйлерде бар екен. Жарты бөлігі Нидерландта болса, жарты бөлігі Бельгияда орналасқан. Ал осы шекараларды зерттейтін ғылымымыз бізде географиялық лимнология деп аталады. Осыдан бізде көлдерді зерттейтін лимнология ғылыммен шатастырып жатады. Екеуінің айырмашылығы тек қана бір әріп. Лимнология бізде көлдер болса, лимнология бұл шекараларды зерттейтін ғылым саласы болады екен. Енді мемлекеттік шекараларды белгілеу, шекаралар делимитациясы, бұл көршілес екі мемлекет осындай екеуі бір столдың үстіне отырады да бір-бірімен ақылдасады, картадан мына жер сенікі, мына жер менікі деп бірге бөліп алады. Яғни шекараларды осы картада стол үстінде анықтау. Ал шекаралар демаркациясы бұл осындай шекараларға, яғни уже шын өмірде сол шекараларға барып, ол жаққа заборларды, қақпаларды қойып шығу, осындай бізде тікенектермен, темірлермен шекараларды қол физикалық түрде салып шығады екен. Сонда бізде тек қана картаға сызу бұл делимитация болатын болса, осы шын өмірде шекараларды жасау ол демаркация деп аталады. Осыны өзіңе түртіп ала қой, оқушым, бұл ОБТ-да обязательно келетін және шатастыратын сұрақтардың бірі. Енді мемлекеттік шекаралардың қалыптасуына қарай ол екіге бөлінеді: табиғи және де жасанды болып. Енді екеуінің айырмашылығы, табиғи дейтін бұл көбінесе таулармен немесе өзендермен болады. Егер де байқасаң, Қазақстан территориялары басқа елдермен, мысалы бізде Қырғызстанмен Тянь-Шань тауымен бөлініп жатыр. Қытаймен де, Ресеймен де Алтай таулары деген сияқты бізде үлкен тауларымыз бөліп жатады екен. Бұл бізде табиғи бөліну. Тіпті кейбір мемлекеттерде осы өзендер арқылы бөлініп жатқан. Ал жасанды дегеніміз қазіргі Африканың саяси картасын ашатын болсақ, көбінесе шекаралар түзу 90 градустық әртүрлі төртбұрыш пішіндерге ұқсайды. Оның себебі 1960 жылы Африка мемлекеттері, Африка жылы атанған жыл, олар өздерінің тәуелсіздігін алып жатқанда, оларға тек қана осындай формальный ғана шекараларды сызып берген болатын. Сондықтан да ол жақта осы тайпалардың, шекаралардың, діни қақтығыстардың өте үлкен бізде ошағы орын алып отырады. Себебі олардың шекаралары дұрыс мәдени жағынан бөлінбеген, тек қана картаға осылай тік үлкен сызықтармен бөліп тастаған екен. Енді осы мемлекеттік шекаралардың сипаттамалары. Бізде құрлықтық бар, теңіздік бар. Құрлықтық дегеніміз, егерде ол мұхитқа шыға алмайтын болса, ол бізде құрлықтық мемлекет болып табылады. Оған бізде 44 ел жатады екен, ешқандай теңізбен шектеспейтін. Ал теңіздік бұл ешқандай құрлықпен шектеспейтін мемлекеттер, оған бізде 36 еліміз жатады екен. Ешқандай, яғни құрлықта шекаралары жоқ, басқа мемлекеттермен құрлық арқылы шектеспейді. Қазақстан осы құрлықтағы шекаралардың ұзындығы бойынша әлемде 5-ші орынды алады екен. Енді мемлекеттік шекаралардың функциялары. Бізде үш үлкен функциясы бар: бөлуші, жалғастырушы және сүзгілік. Бөлуші дегеніміз елдер арасындағы адам, тауар қозғалысын шектеу. Бұл өте қатаң түрі, яғни осы мемлекеттер адамдарды кіргізбес үшін тауарды бір-бірімен, яғни қарым-қатынасы онша емес болатын болса, осы бөлуші қызметін атқарады. Бір-бірімен тауар алмаспайды, тауарды өткізу, адам өту өте қиын болады. Жалғастырушы бұл керісінше мемлекет бір-бірімен дос болатын болса, екі мемлекеттің экономикалық тауарларды бір-бірімен айырбастау үшін осы жалғастырушы функциясын атқарады шекара, яғни екі мемлекетте оңай әрі тез қатынап отыруға болады. Одан кейін сүзгілік, бұны біз фильтр деп атаймыз орысша. Бұл осы шекарада болып жатқан қауіп-қатерді, теріс ағымдар мен тыйым салынған заттарды шекарадан ұстап қалу. Яғни керек заттарды өткізеді, керек емес заттарды ұстап қалады. Енді осы бізде жалғастырушының Қазақстандағы ең үлкен мысалы, ОБТ-да лидер осы бізде контекстпен келеді. Ал мына жердегі шекаралардың функциялары бұл бізде осы ОБТ-да көп жауапты сұрақтарда келіп жатады: бөлуші, жалғастырушы және сүзгілік деп. Сондықтан өзіңе түртіп ала ғой. Ал мына қорғас бізде жалғастырушы функцияның ең үлкен мысалы болады. Контекст келеді осы қорғас бойынша, шекаралар бойынша. Сол кезде қорғас бізде жалғастырушы қызметті атқарады. Қазақстан мен Қытайдың 560 гектар жерін алып жатқан ынтымақтастық халықаралық орталығы. Қазақстанға 217 гектары, Қытайға 340
343 гектары тиесілі екен. Осының ішінде оқушылар сендер Қытаймен тауар алмаса аласыңдар, өздерің де барып тауар сатып алсаңдар болады осы қорғасқа. Бұл бізде Алматы облысында орналасқан, содан кейін Қытаймен шекарасында Қазақстанның. Енді мемлекеттік шекаралардың динамикасы, яғни мемлекеттік шекаралардың өзгеруі. Цессия дегеніміз бірдей көлемдегі аумақтарды өзара айырбастап алу, немесе мемлекет оны біреуге беру, немесе басқа мемлекет сол мемлекеттен сол территорияны сатып алу. Мысалы, бұған Аляска аумағы жатады. Алясканы бізде мына Ресейдікі болған, бірақ та Ресей өзіне ақша қатты керек болғандықтан 4 миллион долларға мына ақшқа Аляска жерін сатып жерген болатын. Бұл бізде 1867 жылы орын алған. Бұл да бізде лидер ұбт-да келеді. Цессия деп, яғни айырбастау, сатып алу, сыйлыққа беру деген сияқты ұғымдарды айтамыз. Келесі адюдикция. Цессияның бізде тура қарама қайшылысы болады, ал цессияда бізде екі мемлекет бір-бірімен келісіп алатын болса, мына адюдикцияда керісінше екі мемлекет осы жерге до конца таласады. Осының әсерінен халықаралық дау болады, и осы мемлекеттер арасында халықаралық соттың шешуі бойынша осы территорияны бізде тарихына қарай, немесе мәдениетіне, әлеуметтік құрамына қарай бөліп береді. Мысалы, 1968 жылы осы Үндістан мен Пәкістанның арасында шыққан Качской Ранно даулы ауданның 90% Үндістанға, 10% осы соттың шешімі арқылы Пәкістанға өткен болатын. Яғни осындай үлкен соттың көмегімен шешілген проблемаларды біз адюдикция деп атайды екенбіз. Енді өз еркімен қосылу, яғни мемлекет бір территория тұрады, өз еркімен бір мемлекеттің астынан біз сендердің құрамдарында болғымыз келеді дейді, сол жаққа қосылады. Бұған біз 1944 жылы қосылған Тува, қазіргі Тыва республикасын айта аламыз. Ресейдің құрамына өз еркімен қосылған. Өз еркімен бөлінуге тура сол Ресейдің құрамында, яғни бейбіт түрде ешқандай соғыссыз келісім арқылы бөлініп шығу. 1917 жылы бізде Финляндия осы Ресейдің құрамынан өз еркімен бейбіт түрде бөлініп шыққан екен. Енді өз еркімен бірігу, бұл екі мемлекет бір жаңа мемлекет құратын болса, бірігу арқылы бұны біз өз еркімен бірігу деп атаймыз. Мысалы, 1964 жылы Танганика мен Занзанибар екі мемлекет бірігіп Танзания мемлекеті құрылған болатын. Яғни осы бізде тумен берілген Танзания Африкадағы екі мемлекеттің бірлестігі болып табылады. Ал 1971 жылы бізде үлкен бізде арабтардың отбасылар әмірліктері болады. Олар бір-бірімен келісіп біріккен араб әмірліктерін құрады. Оның қазіргі таңда Дубай арқылы біз біле аламыз. Яғни арабтың әртүрлі әмірліктері, тайпалары бір-бірімен қосылып осы жаңа мемлекетті құраған екен. Енді Қазақстанның мемлекеттің шекараларының басты көрсеткіштері, еліміздің шекарасының ұзындығы лидерім бізде 13.394 километрді құрайды. Яғни өте үлкен құрлықтық территорияны алып жатыр екен. Каспий теңізі арқылы өтетін теңіздік біздің шекарамыз 2000 километр. Ал мына Қазақстан мен Ресейдің құрлықта жатқан біздегі шекарасы әлемдегі ең ұзын құрлықтық шекара болып табылады. Қазақстанның көршілес елдермен, Ресей Федерациясымен 7591, Өзбекстанмен 2353 километр, Қырғызстанмен 1241, Қытаймен 1782, Түркменстанмен 426 километрді құрайды екен. Яғни ең біздегі қысқа Түркменстанмен, одан кейін Қырғызстан, одан кейін Қытай, одан кейін Өзбекстан екінші орын алады, и бірінші орында бізде Ресей Федерациясының құрамында екен. Енді Қазақстан Республикасының мемлекеттік динамикасының қалыптасу үдерісі, яғни Қазақстанның осы шекаралары қалай бекітілді. Қытаймен бізде 1992-98 жылдары бізде делимитациялау, яғни осы үстел үстінде отырып келісу картағасы болған, ал демаркация, яғни шын өмірде барып жасау 2002 жылы аяқталған. Ал Қазақстан мен Ресейдің арасында делимитациялау 99 жылдың қыркүйегінен 2005 жылдың қаңтарына дейін созылған екен. Қазақстан мен Өзбекстан арасында делимитациялау 2000-2002 жылдар арасында болған. Қазақстан мен Түркменстан 2001 жылы 5 шілдеде делимитациялау болған. Ал Қырғызстанмен 1999 жылдың қарашасынан 2001 жылдың желтоқсанына дейін жүрген екен. Бұл яғни Қазақстанның өзінің шекараларын басқа мемлекеттермен бөлісуі. Оқу жұмысы мен сабағымыз өзінің мәресіне жетті. Осы сабақта сен Қазақстан мемлекетінің тек қана шекараларын емес, бүкіл әлемнің осы шекараларды бөліп алу және шекаралардың түрлерін өткен боласың. Осы терминдардың бәрін өзіңе конспектлеп түртіп ала қой. Яғни бұлар ұбт-да саған обязательно келуі мүмкін. Контекст түрінде де, көбі жауапты түрінде де, және бір жауапты түрінде де. Келесі кездескенше.